Дабыл өрт төтенше жағдай, жол апаты аты жаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап сізге жеткізеді. Мақсат қорқыту емес, ескерту. Армысыздар, эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар Дабыл. Тізгіндемен Нұргүл Жолымбетова. Ұрылар мешітке қол сұға бастады. Полиция басқармасына Әл-Муслим мешітінің бас имамы арызданған. Айтуынша, белгісіз тұлға мешіттегі садақа жәшігінің құлпын бұзып, жасырын түрде ішінде болған ақшаларын ұрлап кеткен. Жедел іздестіру жұмыстарын жүргізген тәртіп сақшылары садақа жәшігіне қол салған азаматты анықтады. Баспаналы боламын деген азамат ақшасынан айырылды. Күдікті жергілікті тұрғынға үй алып беремін деп 380 мың теңгесін алған. Алайда күдікті ақшасын алған соң жәбірленушіге уәде еткен үйін алып бере алмай, не ақшасын қайтара алмаған. Әл-Фараби ауданының полиция басқармасына жергілікті тұрғын осы жайт бойынша арызданып, күдікті көп ұзамай ұсталды. Оның басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Көлік катализаторын ұрлағандар ұсталды. Бізге жеткен ақпарат бойынша полицейлерге бірнеше жергілікті тұрғын арызданған. Олардың бірінің айтуынша белгісіз тұлға үйінің ауласында автотұрақта тұрған Toyota Land Cruiser Prado маркалы автокөлігінің құны 450 мың теңге тұратын катализаторын жасырын түрде ұрлап кеткен. Тағы бір ұрлық оқиғасы Әл-Фараби ауданында тіркелді. Бұл жолда ұрылар қымбат көліктің катализаторын қолды қылған. Жәбірленушіге 500 мың теңге келген. Аталған жайттар бойынша күдіктілер ұсталды. Бірінің дәл осындай 5 қылмыстық іске қатысы бар екендігі анықталды. Тағы да интернет алаяқтары. Олар өз құрбандарын түрлі тәсілмен алдап соғуда. Мәселен, күдікті жәбірленушіге хабарласып, арнайы техника алып беремін деп 1 миллион 600 мың теңгесін алған. Қаратау аудандық полиция басқармасының полицейлері аталған жайтпен іс қозғап, күдіктіні қолға түсірді. Ол Шымкент қаласының жергілікті тұрғыны. Айыппұл төлеңіз. Түркістан облысының полицейлері әкімшілік құқық бұзушылық жасап, айыппұл төлемегендерді жауапқа тартуда. Борышкер жедел профилактикалық іс-шарасы аясында айыппұл төлемей жалтарып жүрген 9 азаматтың көлігі айыптұраққа қойылды. Мемлекеттік бағдарламамен үй алуды жоспарлаған азамат алаяқтың құрығын әлінді. Қаратау аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын хабарласып, алаяққа 60 мың теңгеге алданып қалғанын жеткізген. Бізге мәлім болғандай, күдікті тұрғын үй алып беремін, сондай-ақ жәбірленушінің күйеуін екінші топ мүгедектігін бірінші топ мүгедектікке ауыстырып беремін деп уәде берген. Өкінішке орай күдікті жәбірленушінің сеніміне селкеу түсірген. Оқиғаға қатысты қала тұрғыны ұсталды. Қаржы пирамидасы. Алаяқтықты кәсіп еткен азамат жәбірленушіге ақшаңды көбейтіп беремін деп 1 миллион теңгесін алған. Алайда күдікті жәбірленушінің ақшасын көбейтіп бермек түгілі хабарсыз кеткен. Өзінің сан соғып қалғанын білген азамат бірден тәртіп сақшыларының көмегіне жүгінген. Қазіргі таңда күдікті ұсталды. Тағы бір алаяқтық фактісі Абай ауданында тіркелді. Күдікті жәбірленушінің ұялы телефоны арқылы банк қосымшасымен 200 мың теңге ақшасын есеп шотынан аударып алған. Оқиғаға қатысты күдікті ұсталды. Азаматтың басқа да қылмыстарға қатысы болуы мүмкін. Тергеу жұмыстары жүргізілуде. Қомақты несие рәсімдеп беремін деген азамат жәбірленушіні өз уысына түсірді. Ол құрбанының 70 мың теңгесін қағып алған. Жәбірленуші Еңбекші аудандық полиция бөлімшесіне арыз түсіріп көмек сұрады. Дер кезінде жұмыс жасаған тәртіп сақшылары күдікті деп танылған азаматты анықтап басқармаға жеткізді. Оған қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Спирттік ішімдікке тойып алған азамат өзгенің үйіне баса көктеп кірген. Үй егелері бейтаныс азаматтың бұл қылығынан шошып қалса керек, бірден полицейлерді шақырған. Оқиға орнына бірден жеткен тәртіп сақшылары азаматтың бөтен үйге заңсыз кіргенін ескеріп, қылмыстық құқық бұзушылық бабымен істі тіркеуге алды.
Несиеңді жауып беремін деп тұрғынды алдаған банк қызметкері анықталды. Жәбірленуші тәртіп сақшыларына шағымданып, белгісіз адам өзін банк қызметкерімін деп таныстырып, несиеңді жауып беремін деген сөзбен 200 мың теңге ақшасын алғанын айтқан. Одан кейін алаяқ жәбірленуші әйелге берген уәдесін орындамай әбден әбігерге салған. Осы жайтқа байланысты алаяқтық қылмысын ашу мақсатында жедел тергеу тобы құрылып, күдіктінің жеке басы анықталды. Ол бұрын банк қызметкері болып жұмыс істеген жергілікті тұрғын болып шықты. Ұсталған ер азамат алдау жолымен алған ақшаны өз қажеттілігіне жаратқан. 300-ден астам жүргізуші жол ережесін бұзған. Бұл көрсеткіш 2 күнде тіркелді. Түркістан қаласының полицейлері кезекті рейдтік шара жүргізіп, заң талаптарын орындамай, жол ережелеріне бейжай қараған азаматтарды анықтады. Рейдтік шараға полицейлермен бірге прокуратура қызметкерлері де қатысты. Олар қарама-қарсы бағытқа шығып, жол көлік қозғалысына кедергі жасағандарды анықтады. Сондай-ақ жылдамдықты арттырғандар мен бағдаршамның тыйым салынған сигналынан өткен жүргізушілерді де қолға түсірді. Түркістан қаласы бойынша қауіпсіз қала жедел профилактикалық іс-шарасы өтуіне байланысты қазіргі таңда Түркістан қаласы прокуратура қызметкерлерімен бірлесіп жұмыс атқарудамыз. Іс-шараның негізгі мақсаты жол жүру ережелерін алдын алу. Соған байланысты қазіргі таңда автокөліктерге барлықтарына тиісті хаттамалары жазылуда. Жол ережелерін өрескел бұзған автокөліктерлер айыптұраққа қойылып, тиісті хаттамалары жазылуда. Және де жүргізушілерге ескертетініміз жол ережелерін қатаң сақтаңыздар. Рейд барысында бұдан бөлек қауіпсіздік белдігін тақпағандар да табылды. Оларға заң аясында әкімшілік хаттама толтырылды. Нәтижесінде 15 автокөлік айыптұраққа қойылды. Халықтың қауіпсіздігі біз үшін де маңызды. Қазіргі таңда ұрлық алаяқтық істері бойынша қылмыс өршіп тұр. Қауіпсіз қала жобасына біз де өз үлесімізді қосамыз деп шештік. Дабыл бағдарламасы арнайы айдар қосты. Біз сіздерді өзіңіз тұратын аумақтың учаскелік полициясымен таныстыратын боламыз. Сауалнама жүргізе отырып, тараптардың таныстығын бақылаймыз. Бүгінгі бағытымыз Абай ауданында орналасқан номері 3-ші полиция пункті. Мы их знаем, они... Біз олардың бәрін білеміз. Олар азанда жиналысқа кетеді, сосын қайтып келеді. Кез келген уақытта оларды осы жерден табамыз. Кешкі уақытта олар көлікпен аулаларды аралап жүреді. Бүгінге дейін аулада маскүнемдер көп болатын, ал қазір ондай бұзақылықтар жоқ. Балаларды да аула тұрғындарын да таниды. Жалпы оларға еш шағымыз жоқ. Жақсы істейді. Өз уақытында звонығына келеді. Адамға көмектеседі. Собрание барып өзімізге қатысып тұрамыз, шақырады. Нет, не узнаем, потому что мы очень редко ходим. Жоқ, олардың аты жөндерін білмейміз. Тұрғындармен тым тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды деп айта алмаймын. Оларды шақырған кезде ғана келеді. Өз басым ісім түскен кезде ғана көмектеріне жүгінгенмін. Ендеше таныс болыңыз. Біз барған аумақ Абай аудандық полиция басқармасына қарайды. Сіздің үйге жауапты инспекторлар номері 3-ші учаскелік полиция пунктінде отырады. Мұнда 4 учаскелік инспектор жұмыс жасайды. Керек дерек: Ердос Байболатов, Москва, Мақтала, Рахымбергенов, Күнбатыс көшелеріндегі үйлерге жауапты. Байланыс номері 8702 576 77 35. Ал Мұхтар Қазыбектің қарамағында Омаров, Қамза, Алтынсаха, Алпысбаев, Темірлан Тасжолы, Бауырластар көшесі бойындағы үйлер кіреді. Байланыс номері 8778 630 07 94. Сондай-ақ Нұртаза Қошанов, Гагарин, Покришкина, Кожедуба көшелері бойындағы үйлерге жауапты. Оның байланыс номері 8702 402 55 77. 4-ші учаскелік инспекторыңыз Көпжасар Есқараев. Байланыс телефоны 776 328 99 18. жазып алыңыз. Біздің назарға іліккен оқыс оқиғалар легосындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін қайта эфирге шыққан дабыл телеайдарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандайда бір кикілжің мен апаттардың, төтенше жағдай мен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 8771 661 41 41 WhatsApp номеріне видеоматериал жолдасаңыздар болады. Келесі кездескенше сақ жүріңіз.